14 қараша халықаралық қант диабетімен күрес күніне орай бүгін Астанада аталған дертті Қазақстанда қалай емдейтін жайына арналған жиын өтті. Бас қосуға дәрігерлермен қатар науқастардың өздері де келді. Мамандар келтірген деректерге қарағанда бүгінде елімізде қант диабетінің бірінші сатысымен ауыратын балалар мен жасөспірімдер саны 2000-нан асқан. Қазақстанда қабылданған мемлекеттік бағдарлама негізінде 1 жас пен 18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдерге помпалық терапия тегін. Ал ТМД аумағындағы басқа елдерде медициналық көмектің бұл түрі ақылы. Бүгінде еліміз бойынша қант диабетіне шалдыққан балалардың 50% аталған көмекті алып отыр. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің өкілдері алдағы уақытта мемлекеттік жоба жалғасатынын айтады. Период студенчества это самый активный, да, это эмоционально-физические нагрузки. Көп ретте қант диабетіне студенттер шалдығады. Бұл кездерге оларға физикалық және эмоционалды көп күш түседі. Меніңше, осы уақытта оларға қолдау көрсету керек. Екіншіден, дертке шалдығуға жүктілікті жоспарлап жүрген келіншектер бейім.